Hello, dear student. How are you today? Let's continue our detective story about Watson and Sherlock Holmes. Exercise 4, you should read. I have translated and written. And do exercise 5 and 6. As usual, I have done all of these tasks. Сәлем, құрметті оқушы. 66-шы беттегі 4-ші жаттығу бұл өткен сабақтағы мәтіннің жалғасы. Бұны мен аударып қойдым. Оқымай уақытты алмай-ақ қояйын. Мәтіннің аударылымы өздерін оқып скринға түсіріп алыңдар. Келесі жаттығу 5-ші жаттығу жасаймыз. Бұнда read both parts of the text again. Мәтіннің екі бөлігін тағы да оқып шығыңдар дейді. Then put the sentence about Dr. Watson in the correct order. Дұрыс бағытта орналастырыңдар дейді. Өсу реті бойынша бірінші қайсысы орындалады, екінші қайсысы орындалады деп. Мен жазып қойдым. Бірінші жотаға шығады, әрине, одан кейін үйді көреді, одан кейін оның ішінде жоқ па екенін тексереді, ішіне кіреді деген секілді. Ретімен орналастырып жазып қойдым. 6-шы жаттығу. Бұнда салыстырасыңдар. Екі фотоны work with a partner дейді. Өзінің партнерымен жұмыс істе. Look at the photos. Мына екі фотоға назар аудар. Do they match the descriptions of the moor in the text? Олар мәтіндегі батпаққа келе ма дейді, айтылған батпақты суреттегендей келе ма дейді, сәйкес келе ма. What is the same in the text and the photos дейді. Текстте айтылған сөздермен сәйкес келе ма дейді. What is the different дейді, ал керісінше айырмашылықтары бар ма дейді. Think about дейді, ойланып көр дейді. Weather, ауа райылары сәйкес келе ма мәтіндегі colors, түстері, табиғаттың түстері сәйкес келе ме. Animals, жануарлар, жылқы жануар жоқ бұнда. Buildings, зданиялары, ғимараттар бұнда сәйкес келе ме дептір. Бұнда бізге сәйкес келетін building пен colors сәйкес келеді. Ал weather мен animals текстан мүлдем бөлек, сәйкес келмейді. In the first photo, there is a Baskerville Hall with 2 towers. Мына суретте здание көрсетілген, ғимарат тұр. Екі немесімен, мұржасымен. A curl of smoke дейді. Бұйраланып түтін шығып жатыр. Cold and alone, суық және жалғыздық дейді. Бұны бірінші суретке сәйкес келдірдім. Бұнда building дептір. Здание сәйкес келеді. In the second photo, there is a hill дейді. Екінші суретте жота бар, бұнда тұр жота. The hill with golden green and a gray shadow on the other side. Бұл жотаның бір жағы сарғылт жасыл және екінші жағы сұр көлеңке жамылып жатыр дейді. Түсе бұл colors деп тұр. Түспен сәйкес келеді. Ал weather and animals are different from the text. Ауа райы мен жануарлар бұнда мүлдем сәйкес келмейді. Осы бүгінгі тапсырма осылар. Тыңдағандарына рахмет, бөлісіп қойыңдар басқа оқушылармен, тіркеліңдер. Қош сау болыңдар.